барлық әлемнің иесі, барлық мүліктің иесі ол Алла Тағала. Алла Тағалам сондай ұлы, мейірімді ғой. Адам баласы қанша күнә істейтін болса да, кей адамдар айтады, Алла Тағала өзіне иман келтірмеген, өзіне құлшылық етпеген, өзіне бойынсынбаған пенделеріне де Алла Тағала еселеп мал, мүлік, байлықтың барлығын беріп жатыр ғой дейді. Ал қаншама намаз оқыған, құлшылық еткен, намаз оқиды, 5 уақыт намаз бар, оразасы бар, барлық жақсы амалдары бар да, бірақ қиындыққа тап болады. Жұмысы болмайды, сәтсіздікке ұшырай береді. Сонда адамдар, ол намаз оқымаса да, бұл жетістікке жетіп жатыр ғой дейді. Бірде 2 балықшы, бірі мұсылман, намазы, оразасы бүтін мұсылман дейді. Ал екінші намаз оқымайтын, Алла Тағалаға құлшылық қылмайтын адам екен. Екеуі балық ұстауға шығады. Жаңағы намаз оқымайтын адам қармағын тастаса балық шыға береді дейді. Кешке дейін балық ұстаған ғой. Жаңағы намаз оқитын 5 уақыт намазы бүтін адам кешкесін әрең дегенде бір балық ұстап, онда қолына ұстайын деген кезде қолынан тайып суға түсіп кетеді. Сонда бір періште барып, о Алла Тағалам, бұл намаз оқымайтын, сенің бұйрықтарын орындамайтын, тыйған тыйылымдарынан тыйылмайтын пендеңе сен барлық нығметтеріңді, балықтардың барлығын ұстап жатыр. Ал сенің намазыңды оқитын, құлшылығыңды орындайтын, бұйрықтарыңды орындап, тыйған тыйылымдарынан тыйылған адамға сен еш нәрсе берген жоқсың ғой, балық берген жоқсың ғой дейді. Сонда Алла Тағалам періштеге оның жәннаттағы орнын көрсетті дегені, жәннаттағы орын. Мен осы пендеме жәннаттан осындай орын әзірлеп қойдым, бұның сабырлығы үшін деген екен да. Қараңызшы. Адамдар басында бір қиындық түскен кезде не істеу керек екен? Сабыр сақтау керек екен. Өйткені оның сауабын Алладан үміт ету керек. Алла Тағаланың Рахман деген сипаты бар да. Алла Тағаланың Рахман деген сипаты ол осы өмірді қолданады дейді. Мұсылман болсын, мұсылман емес болсын, Алла Тағалаға құлшылық қылсын, құлшылық қылмасын, Алла Тағаланың барлығына бірдей қарайды екен да. Бірақ Рахим деген сипаты ертең қияметтің күнінде өзіне иман келтіріп, айтқан бұйрықтарын орындаған, тыйған тыйылымдарынан тыйылған, өзі разы болған, Алла Тағалаға разы болған ізгі құлдарына беретін мейірім екен деп Рахим деген Алла Тағаланың сипаты да.